Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге хэштегті қалай дұрыс пайдалану керектігін және оны қалай постқа салғанда жасыру керектігін үйрететін боламын. Ол үшін әркім өзінің телефонындағы Google-ге кіреді. Мінекей Google-ге бастым. Осы жерге Tax Finder деп жазамыз. Tax Finder деп ағылшынша жазамыз. Жоғар жағында taxfinder.com басамыз. Мінекей осындай экран ашылды. Астындағы like, follow, girl, boy дегенді исключать етеміз. Және мына жерге қазақша жазсақ болады. Өзіңіз білесіз қалай жазсаңыз болатын. Мен мысалға қолөнер деп жазаймын. Поискті басамыз. Мінекей осындай хэштегті барлық адам қолданады деген сөз. Енді біз бұл жерде 30 хэштеги для копирования деп жазылып тұр. Біз ол үшін хэштегті посттың астына салу үшін бізге 25 хэштег қажет болады. Осы жерде өзіңізге керек емес хэштегтерді удалить етіп тастасаңыз болады. Мысалы, Шымкент маған қажет емес, қасында X тұр, соны удалить етіп басуға болады. Жаңаөзен тоже, Жақұт күмістері, Жақұт және де 5 білезік. Мінекей 25 хэштег для копирования болды. Скопировать буфер обмена дегенді басатын боламыз. Яғни осыдан шығып енді өзіміздің Инстаграмға кіреміз. Инстаграмға кіреміз де өзіміздің керек постты таңдаймыз. Мінекей таңдадық. Комментарий жазатын жерге барып, өзімізге комментарий жазамыз әуелі. Мінекей жаздым мен өзіме комментарийді. Астындағы ответить дегенді басамыз. Осы жерге жаңағы скопировать етілген хэштегті вставить етеміз. Вставить еттім. Енді мына жерде я использую дегеннен бастап өшіретін боламыз, выделить етіп. Бұл бізге қажет емес. Скопировать етіп өшіріп тастасаңыздар да болады барлығын. Және де слишком много хэштегов деп шығып тұрады. Сол себепті кейбір хэштегтерді удалить етіп тастауымызға болады. Опубликовать дегенді басамыз. Мінекей шықты. Енді шығамыз. Шығамыз да міне мынандай төменгі жағында өте ұзын болып хэштег тұр. Енді осы хэштегтерді көрсетпей қалай пайдалануға болады. Яғни қайтадан кіреміз комментария. Кіреміз де экранды сол жаққа қарай ығыстырған кезде удалить ететін батырма көрінеді. Соны басамыз, міне қызыл болып көрініп тұр. Үстін басамыз да өшіріп тастаймыз. Енді бұл үшін сіздер қорықпай қойыңыздар. Енді осы парақшадан шығып, поискке барып, жаңағы жазған қол өнер деп өзіміздің хэштегіміз жазамыз. Мінекей шықты. Қол өнер деген таңдаймыз. Недавние дегенге барамыз да өзіміздің публикациямызды іздейміз жаңағы. Мінекей ручная работа деп тұр. Мінекей менің постым салған. Осылай әдемі болып көрініп тұратын болады. Бір постқа бірнеше хэштегті пайдалануға болады. Осылай жасырып жасасаңыздар болады. Кәделеріңізге жарасын. Менің каналым сіздерге ұнаса, лайк қойып тіркеліп алыңыздар.